Армысыздар, менің есімім Масылжан. Мен Ерсак компаниясының Қазақстандағы өкілімін. Қазір қысқаша сіздерге Ерсак компаниясы туралы айтып өтетін боламын. Ерсак компаниясы өзінің қызметін Турция елінде 2006 жылы бастады. MLM бизнесі арқылы жүзеге асып келеді. Учредитель, президент, бірақ адам бірінші күннен бүгінгі таңға дейін. Ол Бекер Сары Бей мырза. Ерсак компаниясына биыл 20 жыл болады. 20 жылдың ішінде өте керемет үздік нәтижелерге жетті. Ол қандай? Біріншіден өзінің жеке заводы бар. Бір емес, 4 заводы бар. Бірінші завод ол жаңағы меломойканы өндіреді, жуғыш заттарды өндіреді. Екінші ол витамин, чай, БАДы, кофені өндіреді. Үшінші завод ол косметика өндіреді. Төртіншісі ол жаңағы пластик өндіреді. Яғни Ерсак компаниясының әрбір өніміне ешқандай да басқа елдің араласуы жоқ. Әр өнімі салынған пластиктің өзі біздің заводта өндіріледі. Ол эко 100% табиғи. Бастапқы компанияның миссиясы ол әрбір адамды, әрбір отбасыны эко өнімдерді пайдалануды және оның зор маңызды екенін жеткізу және қоршаған ортаны қорғау. Себебі біздің пластик өнімдерді мысалы жағатын болсаңыз, свечи сияқты, майшам сияқты жанып, ешқандай түтінсіз, несіз бұл планетадан жоқ болып кетеді. Ал кейбір елдердің косметикаларын қарасаңыздар, ол бүкіл жер планетасында мусор болып қалады. Себебі жансаң жанбайды, сындырсаң сынбайды, сондай бір дүниеден дайындалады. Ол да өзінің планетамыздың несіне зардабын тигізіп жатады. Енді сонымен қатар Ерсак компаниясында өзінің лабораториясы бар. Жаңа технологиямен шоғырланған лаборатория бар. Ол дегеніміз әрбір сырье, әрбір витамин, әрбір сіз ішіп жатқан дүниенің барлығы сол жердегі мықты мамандармен даярланатын болады. Сонымен қатар Ерсак компаниясында 400-ге жуық өнім бар. Ол жердегі өнімдер әрқалай бүкіл үй тұрмыс тіршілігіне қажеттен бастап өзіңіздің денсаулығыңызды жүзеге асырып, жақсартып алатын өнімдерді өндіреді. Сонымен Ерсак компаниясында текстиль бар, постель, халат, орамалдар бар. И ең бір сондай бір керемет айтатынымыз ол біздің Турцияда Денизли қаласында санаториямыз бар. Ол да Ерсак компаниясының өзінің ғана санаториясы. Ол туралы сіздерге жеке жаңағы видео жасайтын боламын. Енді Ерсак компаниясы бүгінгі таңда 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде көптеген елдерде дамып келеді. Ол қандай елдер? Егер атап айтатын болсақ, ол Ресей, Белоруссия, Кипр, Германияда бар, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекистан, Монголияда бар, және де Белоруссияда бар. Ол деген, ол бір компания басқа шетелдерге шықса, яғни ол нәтижелі өнім береді деген сөз. Сонымен қатар Ерсак компаниясының маркетингісі ол халал болып келеді, және де Турция елінің муфтиятымен өзінің одобрениесін жаңағы алған. Неге? Себебі маркетинг бірінші күннен бастап осы 20 жыл ішінде ешқандай да өзгеріске ұшырамаған. Ерсак компаниясының көптеген адамдарға денсаулық жағынан да, басқа да өсу, даму жағынан да, жетістік жағынан да, қаржылай жағынан да көптеген адамдарға көмегін тигізіп жатыр. Себебі бұл бизнеста, бұл өнімде көптеген адамдар нәтижеге жетуде. Себебі, мысалы өзіміздің Қазақстанда алатын болса, Қазақстанда 3 қаласында офисі бар. Бірінші Алматы қаласында, Әл-Фараби көшесінің бойында, Ходжанова көшесінде 4 этажды үлкен здание, барлығы Ерсактың өзінікі. Екінші офисіміз бізде Елорда Астана қаласында орналасқан, үшінші офисіміз Ақтау қаласында орналасқан. Ерсак компаниясының перспективасы өте көп. Мысалы үшін 2025 жылы бізде, 2024 жылы бізде диатек деген диабетке қарсы өнім шықты, және 2025 жылы бізде керемет өнім ол К20 деген өнім шықты. К20 деп айтылады, ол өте нәтижесін беріп жатыр. Именно жаңағы онкозаболеваниемен ауыратын адамдарға дайындалған. И
25 жылы біздің өзіміздің санаториямыз ашылды. 26 жылы, 27 жылға да жоспарлар өте көп. Жалпы семинар өтіп тұрады, үлкен жаңағы мировой деңгейде Анталия қаласында семинар өтті. Сол жерде Ерсактың жаңа 2 өнімі, сонымен қатар Ерсак поликлиникалары ашылу жоспарда деп айтылып жатыр. Бұл деген өте үлкен нәтиже, бұл деген өте үлкен, әрине нәтиже болмаса, ондай дамуларда болмаушы еді. Сондықтан Ерсак нағыз сіздің жаңағы қай жағынан болсын, өсем десеңіз де, денсаулық десеңіз де, дамыйым десеңіз де, қаржы жағдайымды түзейім десеңіз де, Ерсак сізге осындай мүмкіндік береді. Ерсак сөзінің мағынасы ауырмай тұрып денсаулығыңды ертеден сақта деген сөз. Менің осы видеоның астында Инстаграм парақшама сілтемені қалдырып кетемін. Инстаграм парақшада актуальный деген жерде әрбір өнім, әрбір жаңағы санаторий болсын, басқасы болсын, информация өте көп. Және де осы YouTube каналымнан да